қой инемен құдық қазғандай демекші, білімнің бастауышта қаланатыны анық. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық шағы ол біздің жалпы ұлттық міндетіміз дей келе 2022 жылды балалар жылы деп жариялады. Осыған орай мектебіміздің бастауыш сынып ұстаздары білім сиқырлы әлем тақырыбында 10 күндік өткізбек. Бастауыш сынып ұстаздары өз шәкірттерінің бойында жан-жақты, саналы, білімге құштар, ізденімпаз, бәсекеге қабілеттілік қасиеттерін дарыту мақсатында ашық сабақтар жоспарлап отыр. Ашық сабақпен қатар білім алушылардың жеке тұлғалық қабілеттерін, шапшаңдығын, талғампаздығын, проблемаларды көре алу және олардың шешу жолдарын жылдам ойлап табу қасиеттерін қалыптастыру мақсатында сыныптан тыс шаралар және оқушылардың үзілістерін көңілді ұйымдастыру мақсатында жұмыстар жоспарланды. Құрметті ұстаздар, сіздерді тәжірибе алмасуға шақырамыз.